Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ПП эклердің рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен осындай кастрөлге 200 мг суымызды құйып аламыз. Кішкене қайнаған соң бір ас қасық сұйық майымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Енді қайнап жатқан суымызға жүгері ұны мен күріш ұнын біріктіріп саламыз. Қайнап жатқан судағы ұндарды тезірек күйіп кетпейтіндей араластыруымыз керек. Достар, видеодағыдай осылай қайталаңыздар. Келесі достар, кастрөлдегі қамырымызды суы сіңгенше осылай жақсылап араластырып аламыз. Міне достар, осындай сіздерде қамыр шығу керек. Келесі достар, бір ыдысқа 2 жұмыртқамызды саламыз, және де оның үстіне аздап тұз себеміз де венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды басқа ыдысқа саламыз да жаңағы езген жұмыртқамызды оның үстіне 2 бөліп осылай араластырып шығасыздар. Жаңағы жұмыртқамыздың екінші бөлігін тағы да қамырымызға салып, жақсылап видеодағыдай араластырып аласыздар. Енді достар, дайын болған қамырымызды осылай кондитерлік пакетке саламыз. Оның бас жағына мен осындай гүлді насатка саламын. Келесі пергамент қағазына осылай дайын болған қамырымызды видеодағыдай етіп саласыздар. Достар, бұл эклердің ерекшелігі қамырында. Қамыры глютенсіз, жүгері және күріш ұнынан жасалған. Сіздер тек күріш ұнын қолдануларыңызға да болады. Келесі достар, эклердің кремін жасаймыз. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа, 2 ас қасық қант, 2 ас қасық жүгері крахмалы. Осылардың барлығын жақсылап венчикпен араластырып аласыздар да оның үстіне 300 грамм сүт құямыз. Достар, жаңағы дайын болған консистенциямызды крем шығару үшін жарты бөлігін осылай кастрөлге құйып аласыздар да қоюланғанша араластырасыздар. Қоюланған соң екінші жарты бөлігін құйып піскенше араластырып аласыздар. Міне достар, креміміз дайын, қоюланып, сап-сары болып шықты. Жаңағы дайын болған кремді бөлек ыдысқа салып аламыз да, оның үстіне сливочный майымызды салып, үстін пищевой пленкамен жабамыз да бөлме температурасына қойып қоямыз. Ал достар, креміміз суыды дайын. Енді бұл кремді біз кондитерлік пакетке салып дайындап қоямыз. Достар, эклердің бірінші бөлігі дайын. Мен сіздерге әрбіреуін осылай пышақпен кесіп көрсетемін. Және де осы дайын болған эклердің ішіне кремімізді саламыз. Бұл эклер өте дәмді болып шықты. Глютенсіз, пайдалы. Ішіндегі кремін өздеріңіз қалауларыңызша творожный сырдан жасауларыңызға болады. Достар, бұл эклерді пісіріп көрулеріңізге кеңес беремін.
достар, менің жұмысымды бағалап, маған қолдау көрсетіп, тіркеліп кетіңіздер.